Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сүзбе қосылған сочниктердің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз, одан кейін соданы қосып жақсылап араластырамыз. Келесі бөлме температурасындағы сары майды қосып, осылай видеодағыдай қолымызбен үгітіп шығамыз. Міне барлығын үгітіп дайындап алдық. Келесі бөлек ыдысқа қантымызды саламыз, одан кейін бір дана жұмыртқа және де кез келген қаймақтан 2 ас қасықтай қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде қантымыз толықтай еріп кетуі керек, сондықтан жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын болған массаны үгітілген ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып, одан кейін жұмсақ қамыр илейміз. Келесі шамалы ұн сеуіп, осылай қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Бізде қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді осындай формаға келтіріп алып, дәл ортасынан бөліп, осы қамырды 12 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын бірдей етіп 12 бөлікке бөліп аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды осылай домалақ формаға келтіріп аламыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Міне барлығын осылай домалақ формаға келтіріп, тарелкаға орналастырамыз және де бетін салафанмен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде бізде қамырымыз жақсы жайылады. Келесі салмасын дайындаймыз. Бөлек ыдыста осындай сүзбемізді салып, оның үстінен қант және де 1 ас қасық қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бір дана жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағы бізде салмасына қажет болады, сарысын бетін жаққанға алып қаламыз. Келесі 1 ас қасық ұнымызды және де осындай ванильный сахардан қосамыз, иісі әдемі болып шығу үшін. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Міне қыздар, біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырларымызды алып, жақсылап жаятын боламыз. Мінекей бізде тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, жайғанға өте ыңғайлы болып келеді. Шамалы ұн сеуіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай сопақша форма етіп жайып аламыз. Міне осылай сопақша етіп жайып аламыз. Енді 1 ас қасық салмадан салып, жақсылап жағамыз және де екінші шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне жабамыз. Міне біздің осылай сочниктеріміз дайындалады. Енді формамызға орналастырамыз. Енді қалған бөліктерінде дәл осылай жасап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 1-2 жасап көрсетемін. Мұқият қарап алыңыздар. Міне қыздар, барлығын жасап алдық. Енді формаға арасын сәл ашып орналастырамыз. Алдында алға алып қалған жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз.
Барлығына жағып алдық. Енді шанышқының көмегімен қатты баспай осылай видеодағыдай жүргізіп шығамыз. Сол кезде бізде сочниктердің бетіне өте әдемі узор шығатын болады. Алдын ала қызып тұрған 200 градуста пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің сочниктеріміз толықтай пісіп шықты. Өте әдемі болып шықты, я. Бетіндегі узорлары өте ерекше болып шыққан. Өте жұмсақ және де иісі де керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, сіздерге бір кеңесім, не нәрсе пісірсеңіздер де пештің градусы 200 градуста болуы керек. Сол кезде барлығы біркелкі өте әдемі болып пісіп шығады. Келесі қант ұнтағын бетіне сеуіп шығамыз. Міне қыздар, осымен біздің сочниктеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.